2009 жылдың 11 желтоқсанында ветеринариялық санитарлық шаралар бойынша кеден одағы келісіміне қол қойылған. Сол құжаттың нәтижесінде Қазақстан, Ресей, Беларусь арасында мал шаруашылығының дайын өнімдерін тасымалдау кезіндегі кедендік рәсімдеулер, ветеринарлық, санитарлық бақылаулар, тағы басқа толып жатқан кедергілер жойылған. Кеден одағы шеңберінде ветеринарлық сертификат беретін позициялар саны 132-ден 109-ға қысқарған. Бұл жеңілдіктер кеден одағына қатысушы елдердің нарығына мал шаруашылығы өнімдерін көптеп жіберуге жағдай жасамақ. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 2014 жылы Қазақстан, Ресей мен Белоруссияға 60 мың тонна ет экспорттаймыз деп атап өткен еді. Сондағы ендігәрі ветеринарлық препараттар, вакциналар, түрлі азық-түлік қоспалары да одаққа мүше елдер аумағында еркін сатылмақ. Ал тауарлардың сапасына әр елдің өзі жауап береді. Мысалы үшін тауық өнімдерін шығаратын болсақ, ол жерде бірінші сол шығаратын кәсіпорын өздерінің ветеринарлық сертификаттарын жасады да, сол ветеринарлық сертификат ол үш мемлекет ортасында бірдей жүреді. Шекарадан өткен кезде олардың рұқсат қағаздарды тағы да төлқұжаттарын басқадай ауыстырып толтырылмай, сол бір төлқұжатпен, бір сертификатпен осы үш мемлекетке жарамды ветеринарлық сертификат арқылы өз өнімдерін алып береді. Интеграция деген бірлестік жұмыс жасаған жерде әрқашанда жетістіктер көп болады деп ойлаймын.